Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғары медицина колледжі. Қазақ тілі пәнінің оқытушысы Қонақбаева Айгүл Серікболқызы. Сабақтың тақырыбы еңбек нарығы және сұраныс. Сабақтағы оқу мақсаттары: мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру. Ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог, диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету. Бағалау критерийлері: шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтайды. Осы мәселенің қазіргі таңдағы өзектілігін талдайды. Дескрипторлар: сұрақтарға жауап береді, мәтінді талдайды, монолог құрастыралады, өз ойын білдіреді. Тақырыпты бастамас бұрын мынадай сұрақтарға жауап беріңіздер. Еңбек туралы қандай мақал мәтелдер білесіздер? Еңбек сөзі қандай сөздермен тіркеседі? Жауаптарыңызды жазбаша дәптерге жазып отырыңыздар. Мәтінді оқып, мәтін не туралы екенін анықтаңыздар. Еңбек нарығында жұмыскерлерге қандай талаптар қойылады? Мәтінді тыңдаймыз. Еңбек нарығы жұмыс күшін тауар ретінде сатып алу туралы экономикалық қатынастар жүйесі. Нарықтың тікелей әсер етуімен жоғары біліктілікке құрылған еңбектің дәрежесі көтеріледі. Әрбір жұмыс орнының бағасы өседі. Жұмыскерге және оның еңбегіне талап күшейеді. Еңбек нарығында өте қабілетті іскер жұмыскерлер таңдап алынады. Нарық еңбекке қабілетсіздерді, жалқаулар мен әлсіздерді ешқашан аямайды. Ол еңбектің жоғары шапшаңдығын, іскерлік пен біліктілікті талап етеді. Еңбек нарығы бәсекелестік нарық. Онда жұмыс орындары мен еңбек ресурстарының арасында сәйкессіздік болады. Жоғары біліктілікті талап ететін жұмыс орындарының бір бөлігі бос болып қала береді. Ал арнаулы дайындығы жоқ адамдардың бір бөлігі жұмыс таба алмайды. Осындай жағдайда қандай да жұмыс күшін табу үшін жұмыссыздар арасында бәсекелестік пайда болады. Сонымен бірге, өз еңбегімен жоғары табыс табуды көздеген жоғары білікті жұмыскерлер де, мамандар да бір-бірімен бәсекелестік сайыста болады. Енді мәтіннен кейінгі сөздікпен жұмысқа назар аударайық. Мәтінде кездесетін келтірілген термин сөздердің мағынасын анықтаңыздар. Мәтіндегі термин сөздер: еңбек нарығы, еңбек ресурсы, біліктілік. Анықтамаларын кестені толтырып жазамыз. Келесі тапсырма: берілген кластерді толықтырыңыздар. Мәтінге сүйеніп және кластерді пайдаланып, шағын монолог дайындаңыздар. Мәтіннің негізгі сөзі еңбек нарығы. Кластерді толтыру үлгісі ретінде біліктілік сөзін беріп отырмыз. Ары қарай толықтырып дәптерге жазамыз. Дайын болған кластер мен мәтін негізінде диалог құрастырыңыздар, монолог құрастырыңыздар. Келесі: оқушыларға төмендегідей нақыл сөздер ұсынылады. Нақыл сөздерге қатысты өзіндік көзқарасын білдіреді. Нақыл сөздерді тыңдаймыз. Еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады. Еңбегің сайлы болса, ішің майлы болар. Еңбегің өнімді болса, көңілің сенімді болар. Еңбек адамның екінші анасы. Бүгінгі тақырыпты аяқтай келе, мынадай кері байланысты ұсынамын. Бірінші: мен үшін бүгінгі сабақтағы 3 жаңа ақпарат. Екінші: бұрыннан білетін 2 ақпарат. Үшінші: жаңа тақырып бойынша бір қиындық келтірген тапсырма не сұрақ.
Осы кері байланыс негізінде сабақты өзіміз қорытындылаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.